Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге пиелонефрит, яғни бүйректің қабыну жайлы ақпарат бермекшімін. Жалпы пиелонефрит ол бүйректің қабынуы деп аталады. Оның жедел және созылмалы түрін айырамыз. Негізгі пиелонефриттің қоздырушысы эшерихия коли бактериясы болып табылады. Яғни бұл бактерия болған соң антибактериалды препараттармен емделеді. Жедел және созылмалы болып екі түрге бөлінеді. Жедел түрі ол жалпы температураны көтерумен, бел аймағындағы ауру сезіммен, жалпы әлсіздікпен және де кішігірекке барған кезде ауырсынып шығумен сипатталатын ауру. Ал созылмалы кезде созылмалы пиелонефрит арасында обострение, яғни өршу берумен сипатталады. Яғни тура осыдан температураны көтерілуі, бел аймағындағы ауру сезімі, әлсіздік және де кіші дәретке барғанда ауырсыну сезімімен сипатталады. Енді егер сізде осындай симптомдар болатын болса, сіз жергілікті емханаңызға барып, арнайы жалпы қан анализін, жалпы зәр анализін, УЗИ почек жасайсыз, және де ничпаренко деген мочаны тексеретін әдіс бар, сол осы әдістерді тексересіздер. Бұл жерде жалпы қан анализінде лейкоцитоз, яғни лейкоциттердің саны жоғарылауын көреміз. Жалпы зәр анализінде ол жерде лейкоциттердің саны мөлшері көп екенін көреміз, ал УЗИ почекте бүйректің қабынғанын көруге болады. Яғни бұл кезде негізгі берілетін лечение антибактериалды лечение. Өйткені бактерия қоздырып тұрғандықтан антибактериалды препараттарды қолданамыз, және де бүйректің қосымша жұмысын жақсарту үшін канефрон, фитолизин сияқты дәрілік препараттар беріледі. Егер видео пайдалы болған болса, достарыңызбен бөлісіп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз.